Менің үлкен атам Досмахамбетов Шералы Сәлімбайұлы 1920 жылы дүниеге келген. Шералы Сәлімбайұлы Шымкентте, Әбділда Тәжібаев, Бауыржан Момышұлы бәрі орта білім алғаннан кейін Одесса политехникалық институтын бітіріп, елге келіп қызмет істей бастағанда, байдың баласы деп қудалағаннан кейін Қырғызстанға кетіп, Киров ауданындағы мектеп директоры болып жұмыс істейді. 1943 жылы Меркі әскери қызмет орнынан Қазақ СССР Жамбыл облысы Меркі ауданы атынан соғысқа шақырылған. 26 тамыз 18 қыркүйек 1943 жылдары атамды Қызыл жұлдыз орденімен марапаттаған. Марапаттау кезінде атама гвардия эфрейторы деген атақ берген. Соғыс кезінде 70-ші гвардиялық жаяу әскер бригадасы КСРО қарулы күштерінде және Украина қарулы күштерінде жұмыс жасаған. 1943 жылы атам соғысқа кетіп қайтып оралмаған. Зұлмат ауырып күндер кемелі, болашақтың самалы адам еседі, жалғасады бүгінде немер, шүбере боп ұрпақтары жауынгердің жүрегі, жеңіс күні.